Биыл құрбан айт оқылмайды. Оқылмауға себеп болатын нәрсе изні сұлтан. Сұлтан, яғни рұқсат бермегендігі үшін, мемлекет рұқсат бермегендігі үшін. Ол рұқсат дұшпандық жағынан берілмесе, ол бөлек мәселе еді. Дін дұшпаны бүйтіп жатыр ғой дейтін. Бұл денсаулық мәселесі бойынша және елдің тыныштығы бойынша жасалынған дүние болған үшін Ханафи мазхабы бойынша біз айт намаз оқымаймыз. Оның орнына әрқайсымыз жеке-жеке үйде зуха намазын оқуға кеңес береміз. Ал құрбан айт қалай шалынады десе, құрбан айтта құрбандық шалыну мәрәсімін десе, кейбір орталарда сұрақ қойылыпты. Оған Муслим KZ болу керек, парақшасында жауап беріліпті. Бір-екі кітаптан алынған негізгі нәрсе. Біріншісі 3 кітап екен. Раддул Мұхтар кітабы, мен үшеуіне жауап беріп кетейін, нақтылық болу үшін. Біріншіден Фатауа Хиндия, екіншісі Раддул Мұхтар немесе Дуррул Мұхтар деген кітап. Одан бөлек енді 2 кітап, бірақ екеуі біреуінің шархы, түсіндірмесі. Үшіншісі Бадайу Саная деген 3 кітапты мысал келтіреді. Үшеуінде көріп шықтым, және соған ұқсас мәселелерді талқылап көріп, маман адамдармен сөйлесіп көрдік. Бұл қалай болады деп. Сол жерде жазылыпты. Құрбан айт қалалы жерлерде оқылған құрбандық шалу үшін айт күні намаздан кейін шалыну керек. Егер намаз оқылмайтындай жағдай болса, имам намазға шықпайтындай кешігіп қалатын болса, зәуал уақытынан кейін, яғни күн тас төбеден ауғаннан кейін құрбандық шалынады деп осы 3 кітаптан мысал келтіреді. Міне осылайша құрбандықты бірінші күні шалатын адам түс ауғаннан кейін шалсын деп сөз айтады. Бірақ бұл қате пікір. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан оған жауап айтылып қойды. Муфтият KZ парақшасынан орысша, қазақ тілінде, 2 тілде де жауап шығып қойды. Мен оған түсіндірме берем, жай ғана. Біріншіден, құрбандық шалу уақыты, бұл құрбан айт уақытымен бірдей деп айтылады. Барлық кітапта, Ханафи мазхабының барлық кітабында. Екіншіден, ауылды жерлерде, қала емес жерлерде құрбандықты таң намазынан кейін шала береді дейді. Таң намазы уақытынан кейін құрбандық шала берсе болады. Сол үшін таң атқаннан кейін құрбандық шалына береді. Біздің кезде қазір құрбан айт намазын оқылмайтындығымыз анық болған үшін біз де оқылмайтын өлкеге жатамыз. Сол үшін таң намазынан кейін шала берсеңіз болады құрбандықты. Ешқандай да қалалы жер, далалы жер айырмашылығы жоқ қазіргі кезде. Және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы оны ықтият қылып, кеңірек қылып, ешқандай екі мәселеде талас болмас үшін деп, ықтият мәселесінде айтқан фатуасы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында. Ол міндетті түрде құрбандық шалғысы келіп, бірақ айт намазды не істеймін, оқи алмай қалдым ғой деген адамға айт намаз уақытын өткізіңкіреп, яғни күн шыққаннан кейін 1 сағаттан кейін құрбандық шала берсін деп жеңілдік фатуасын береді. Қандай керемет жеңілдік фатуа. Бұл осы фатуаны Орта Азия және Қазақстан діни басқармалары ұстанды. Келісіп ұстанылған мәселе. Қырғызстан, Өзбекстан сияқты көршілерімізбенен кеңесе отырып шешілген дүние. Бұл Ханафи мазхабында дәлелі бар нәрселер. Осы ұстанымды ұстанғанымыз абзалырақ болады. Кейіншелік шығып алып, анау көлденен келген көк атты кейбір бауырларымыз шығып, міне деп кітап ақтармас үшін мен әдейі сол кітаптарды түртіп кеткен мәселемізді қозғап кетіп жатырмын. Құрметті бауырлар, зауал уақытынан кейін құрбандық шалам деген өзіңіз білесіз. Бірақ таң намаздан кейін құрбандық шалғанға сенің құрбандығың жоқ деп айтуға қақыңыз жоқ. Ханафи мазхабында дәлел болғандығы үшін деп ескертіп қойып жатқан.